Ассалаумағалейкум достар, сіздермен бірге мен бизнес арнасы, бұл интернеттен ақша табуға арналған канал. Достар, егер менің артыма тіркелмесек тіркеліп, осы видеоға лайк басуды ұмытпайық. Сонымен қатар видео деген вкладкада керемет схемалар бар, соларды көріп өтсеңіздер болады. Ал мен осы видеомызды бастайын. Достар, сіздерге бүгін мен текст жазу арқылы ақша табатын сайты көрсететін боламын. Ол сайт Кинотекст деп аталады. Бұл жерде қарайтын болсақ, міне осындай сериалдарға, сонымен қатар киноларға сіздер контекст жазып бересіздер, яғни описаниясын, яғни қызықтыратындай қылып жазып беру керек. Бұл жерде осындай көптеген кинолар шығып тұрады. Қарайтын болсақ, добавлено 1 час назад деп тұр. Мстители, финал, фильм 2019 деп тұр. Яғни әр жерде болатын сайттарға біз жазып береміз описаниясын, яғни адамдар қаралымы көп болу үшін. Бұл жерде қарайтын болсақ, күнделікті шығып отырады. Сонымен қатар бұл жерде ең алдымен сіздер тіркелулеріңіз қажет. Енді правиласын айтып кетейін. Бұл жерде қалай жазасыздар? Міне, ваше описание будет читать люди, которые зашли на онлайн-кинотеатр посмотреть фильм. Помните об этом, когда пишите текст, это должна быть не ваша рецензия, а сюжет от третьего лица без спойлеров. Яғни ешқандай да көшіруге болмайды. Мына за каждый украденный текст 20 рубль, яғни минусқа кетесіздер, егер де тапқан ақшаларыңыз болса. Бұл жерде осылай өздеріңіздің креативностеріңізді қосып жаза аласыздар. Бұл жерде яғни бұл жерде негіз копирайтерлердің жұмыстары, яғни қарапайым адамдарды осындай жұмыстарды жасай алады. Яғни сіздер де осындай киноларға жазу арқылы істей аласыздар, ақша таба аласыздар. Минимальный сумма бұл жерде 20 рубль, кивиге 50 рубльден басталады. Выплата производится автоматически каждую неделю по четвергам дейді. Яғни четверг күні, бейсенбі күні, яғни апта сайын шығарылып отырады. Ваши реквизитные для выплаты. Бұл жерде Яндекс Деньгиге, АДВКшке, Вебманиге, Кивиге шығара аласыздар. Минимальный сумма 20 рубльден басталады, тек Кивиге ғана 50 рубльден. Сонымен қатар мына жерде тіркелгеннен кейін сіздер адрес электронный почта тіркейсіздер. Қарайтын болса, все задания 1563 екен. Бұл жерде ең алдымен задания алу үшін сіздерге тесттен өту керек болады. Қарайтын болсақ, 15 рубль за 1000 символов без учета пробелов деп тұр. Яғни кәдімгі 1000 символға жазғанға 15 рубльден төлейді. Күніне бір 10 000 символ жазып отырсаңыздар да 150 рубль таба аласыздар. Мына жерде өздерінің твиттері бар екен. Қарайтын болсақ, выплата произведена на счет WebMoney, не переживайте, WebMoney работает как и раньше. Проблема у них только с ВМП кошельками. Сонымен қатар мына жерде басқа заданияларды қосуға болады екен, 18 жастан ары қарай. Все задания деген батырманы басамыз. Одан кейін выполню деген батырманы басамыз. Бұл жерде қарайтын болсаңыздар, чтобы начать выполнение заданий, вам нужно пройти небольшой тест из 15 вопросов. На выполнение дается 10 минут деп тұр. Приступить к выполнению деген батырманы басасыздар. Бұл жерде енді мен тесттен өтпей қалдым, яғни бір несі қате болып қалды. Сондықтан кейін ол, к сожалению, вы не прошли тест деп жазып тұр. Вы сможете пройти его повторно через 24 часа, яғни 24 сағаттан кейін, яғни бір күннен кейін барып повторно өтуге болады. Яғни достар, осындай да заработктер бар интернетте. Қолдану арқылы, осындай сайттар қолдану арқылы сіздер де ақша таба аласыздар. Достар, сіздермен болған мен бизнес арнасы, бұл интернеттен ақша табуға арналған канал. Егер де видео ұнаса, лайк басып, коммент жазуды ұмытпа. Ал біз осымен аяқтаймыз.